Қазір мен сіздерге Microsoft Teams'те сотка арқылы қалай мұғалімнің жіберген тапсырмасын алып, орындап, қайтадан мұғалімге жіберу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін мен бір оқушының атынан кіремін. Оқушы алдымен Microsoft Teams'тің приложениесіне өтеді. Осы жерде мұғалімнің әр пәннен ашып қойған каналы шығады. Егер шықпаса, төменде команда батырмасын басады. Айталық, ол оқушы ана тілінен тапсырманы орындау керек. Яғни ол үшін оқушы ана тілі каналын басады. Осы жерде мұғалімнің дайындаған тапсырмасы шығады. Тапсырманы көру үшін посмотреть заданиені басады. Және оқушының алдынан міне тапсырма шықты. Осы тапсырманы оқиды, мұғалімнің оқуға берген тапсырмасын оқиды, жазуға берген тапсырмасын жазады. Енді мұғалімге дәптерді суретке түсіріп жіберу керек. Ол үшін оқушы вложить деген батырманы басып, сделать фото деп басады. Және дәптерін суретке түсіреді. Подтвердить, мне готово. Міне дәптерін суретке түсірді, жүктеледі. Одан кейін, егерде мұғалімге видео жазбаны жіберу қажет болса, онда создать деген батырманы басып, запись видео деп басады. Камера ары қарай видеоны жазып, дәл солай готованы басып, оны да тіркейді. Тіркеп болғаннан кейін міндетті түрде оң жақта жоғары тұрған сдать деген батырманы басу керек. Егерде оны баспайтын болса, оқушы онда тапсырма мұғалімге жетпей қалады. Міне, осылай сотка арқылы мұғалімнің тапсырмасын алып, орындап, қайта мұғалімге жіберуге болады.